Тоныкөк екінші шығыс түркі қағанатының негізін қалаушылардың бірі. Оғыз тайпасынан шыққан ұлы дана, заманында түркі қағанатының үш бірдей қағанына уәзір болып, түркі елінің халқын көбейтіп, жерін кеңейтуге үлкен үлес қосқан кемеңгер. Көшпелілер тарихында артында өшпес атақ даңқын қалдырып, ақыл парасатына, қол қайратына, көрегендігіне табындырып, ел жұртының қасіретін, қуанышын, ерлігі мен елдігін тасқа жырғып қашап, мәңгілік мұра қалдырған Тоныкөктей тұлға болған емес. Сол тас жазуда мен білге Тоныкөк, Табғаш елінде тәрбиеленіп өстім. Түркі халқы ол кезде табғаштарға бағынышты еді, деп жазылған. Бұдан Тоныкөктің түрік тайпасы көсемдерінің бірінің баласы екені анық аңғарылады. Өйткені ол кезде көшпелілердің тек елбасыларының Қытайға аманатқа берген балалары ғана император сарайында оқып, тәрбиелене алған. Қытай сарайында жүріп, олардың өз еліне жасап жатқан қорлық зорлығының бәрін көріп біліп өскен. Тоныкөк ақыры шыдай алмай, 683 жылы Шылы Юан тайпасының басшысы Құтлықпен бірігіп табғаштарға қарсы көтеріліске шығады. Көтерілісшілер жеңістен жеңіске жетіп ұзамай әйгілі екінші шығыс түркі қағанатының шаңырағын көтереді. Құтлықты ел төресі деген атпен қаған етіп сайлайды. Жаңа шаңырақ көтерген елдің іргесін бекітуге мүмкіндік бермей, құртып жіберуді көздеген табғаш билеушісі жабайының қолымен құрту саясатымен түркілерге көрші 9 Оғыз халқын айдап салды. Бірақ табғаш елінде болып, олардың қарсыластарын құрту үшін қандай әрекеттер жасайтынын жақсы білетін Тоныкөк асқан көрегендікпен бұл апаттың алдын алып, Тоғыла жазығында 9 Оғыздардың әскерін талқан етеді. Қолға түскен тұтқындарды Тоныкөк Құтлық қағанға айтып, түгел босатып еліне қайтарады. Оларға төбеміз бір туыспыз, өзара қырқысқаннан, өзгеге жем болғаннан басқа пайда жоқ. Табғаш елі ортақ жауымыз, сондықтан соған қарсы күш біріктірейік. Бір-бірімізді өгейсітіп, көзге түрткеннен тапқан олжамыз қане. Бірігіп ел болайық, осыны айта барыңдар. Кімде-кім бірлік байрағын көтеремін, ата жауға қарсы бірлесіп күресемін десе, оты кеңге келсін. Біз сонда бірер күн еру боламыз, дейді. Тоныкөктің осынау сөзі қандастарының жүрегін жібітіп, Оғыздар түгелдей түркі туының астына жиналады. Кейін бұл жөнінде Тоныкөктің өзі тас жазуда, осыдан кейін Оғыздар өз аяғымен көтеріле келді. Келтіргендей ақ, келтірдім-ау, деп ризалық сезіммен сол кезде еске алады. Құтлық қаған өлгеннен кейін орнына інісі Қапаған отырады. Тоныкөк оған да сенімді серік, білікті ақылшы болып, адал қызмет етеді. Бұл ретте Тоныкөктің өзі тас жазуда, ел төресі Қаған білге Тоныкөк қам жеп иелік қылған үшін Қапаған қаған болып отыр, дейді. Онысы раста секілді. Қытай жылнамасы Қапағанды қарамағындағыларға аяусыз қатыгездікпен қарады. Қартайған сайын қызғаншақ, ақылсыз бола бастады деп суреттейді. Тоныкөк осы кезде қағанына өкпелеп Қытайға өтіп кетуге жырыла көшкен ұру тайпа көсемдерін тоқтатып, ел бүтіндігін сақтау үшін күндіз отырмай, түнде ұйықтамай ат үстінде жүреді. Бірақ Тоныкөктің халық алдындағы беделінің тым жоғарылығын қызғанған Қапаған оны ел билігінен оқшаулай бастайды. Қағанат құлауға айналады. Ақырында Қапаған қаған ойда жоқта өз қандастарының қолынан қаза табады. Билікке таласып, ел бірлігіне зиян келтіреді деген қауіппен Қапаған қағанның бүкіл ұрпағын қырып тастаған күлтегін батыр ағасы Мәгелянды қаған тағына отырғызады. Білге қаған деген атпен таққа отырған Мәгелян өз тайпасының ортасына кеткен Тоныкөкті ордаға қайта алдырып, бас уәзір етеді. Тоныкөктің көрегендік ақылымен тұс-тұстан анталаған жауының бәрін жеңіп, құлауға айналған қағанатты қалпына келтіреді. Тас жазуда Тоныкөк түрік білге қаған, түрік сыр Оғыз халқын асырап, мерейін үстем қылып отырар, деп оған үлкен сенім артады. Түркі жұртының азаттыққа қол жеткізіп, жеке дербестік ел болып отыруына айтулы еңбек сіңірген дала кемеңгері білге Тоныкөк өзінің бағасын тарихтағы орнын өзі қашатып жаздырып кетті. Тәңірі жарылқады.
бүкіл түркі жұртына қарулы жау келтірмедім. Атты әскер жолатпадым. Ел төресі жауламаса, оған еріп мен жауламасам, елім халқым жойылар еді. Оның шабуылының нәтижесінде, менің шабуылымның нәтижесінде еліміз қайта ел болды. Халқымыз қайта халық болды. Өзім қартайдым, ұлық болдым. Түркі Білге Қағанның еліне арнап тасқа жаздырған мен Білге Тоныкөкпін, дейді Дана қарт. Тоныкөктің қай жылы өлгені белгісіз. Қытай тарихында Білге Қаған оны ордаға 716 жылы қайта шақырып алдырғанда, Тоныкөктің жасының 70 екені анық көрсетілген. Содан кейін ол Білге Қағанның қасында болып, түркі қағанатын төніп келген апаттан құтқаруға көмектесіп, оған пайдалы ақыл кеңесін береді. 734 жылы Білге Қаған уланып өледі. Бұдан кейін Тоныкөкке қатысты дерек еш жерде кездеспейді. Білге Қаған өлгеннен кейін, оның орнына таққа балалары бірінен кейін бірі отырғаны және бар биліктің сол балалардың анасы Білге Қағанның әйелі Тоныкөктің қызы Бопының қолында болғаны белгілі. Осының бәрі Тоныкөкті бұл жылдары да Қаған ордасында болды деуге мүмкіндік береді. Тарихшылар оны әбден қартайып өмірден өтті дейді. Соған қарағанда ол 741 жылдың шамасы 95 жасқа жетіп қайтыс болған тәрізді.